сәлеметсіздер ме менің алтын тыңдармандарым. Бүгінгі әңгімемізді бастамас бұрын лайк басып тіркеліп қоюларыңызды сұранамын. Екі бай құда болса арасында жорға жүреді, екі жарлы құда болса арасында дорба жүреді. Бай мен жарлы құда болса айырылыса алмай зорға жүреді. Бұрынғылардан қалған әрбір сөзде терең мағына бар екен, тағы бір дәлелі осы әңгіме болса керекті. Әсем жолдасынан ерте айырылып, екі қызын жалғыз өзі бағып қақты. Сума жандосты бұл өмірден ерте алып кетті. Әсем ешкімге алақан жаймай, қатарынан кем қылмай бір емес бірнеше жерде жұмыс істеп жүріп, қыздарының қалауын бәрін орындап, беттерінен қақпай өсірді. Қыздарының тәрбиесіне көп көңіл бөлетін. Соның нәтижесінде Сабина мен Айсара екеуі көрсе көз сүйсінер қыз болып бойжетті. Екі қызының да білімді болуына бар жағдай жасап жүрді. Аналарының арқасында екі қызға жоғарғы білім алып өз істерінің маманы атанды. Сабина балаларға тәлімгер болуды армандаса, Айсара адамдардың денсаулығы үшін күресуді жөн көрді. Екеуі де өз ортасына сыйлы, абыройлы болса да үнемі жүздеріне мұң шалып жүретін. Екеуінің де ойында аналарының жалғыз қалуы. Міне сол үшін де тұрмыс құрудан бас тартып, екеуі де жігіт атаулыдан бойларын аулақ ұстап, үнемі үйлеріне қарай қашады да жүреді. Бойларын үйрей билеп алған. Әсем де әбден күйзеліп бітетін болды. Қыздарының жасы 25-тен асса да тұрмыс құрмай жүргеніне өзін кінәлі сезініп, жанына маза берер емес. Екеуі де анасын уайымға салмау үшін үнемі әр басқан қадамын аналарына баяндап отырушы еді. Бұл жолы Сабина еш ескертусіз кешігіп жатыр. Телефонына қоңырау соғып еді, телефон өшірулі. Айсара әпкесінің таныстарының бәріне қоңырау соғып сұрастырды. Оның қайда кеткенін тірі жан білмейді. Мұндай жағдай өмірлерінде алғаш рет орын алып отырғандықтан екеуі де әбден сасқалақтап жүр. Түнгі сағат 2 жақындады. Бір кезде есік ашылып, Сабина кіріп келді. Сабинаны көрген Әсем мен сіңлісі Айсараның өңі қашып тұрған орындарынан тап жылмай қалды. Өз көздеріне өздері сене алар емес. Сабинаны мұндай күйде алғаш көруі. Үсті-басы жылма-жылмасы шыққан, құдды бір орманда адасып, шибөрілермен шайқасқандай. Ентігін баса алмай әбден шаршап шалдығып, әрең естен кіріп, анасын құшақтап, еңкілдеп жылап жіберді. Қызым-ау, саған не болды? Мына түрің не? Кел отыршы мұнда. Әпке, мына су ішіп алшы. Саған не болған? Анашым деп әрең сөйледі. Өксігін баса алмай, етегі жасқа толып, жылаған. Әсем мен Айсара екеуінің көздері бір-біріне түйісіп, Сабинаға не болған сезіп тұрғандай. Алайда жағдай олар ойлағандай болмай шықты. Қызым, жетер енді, жылауыңды доғаршы, дереу жинал, полицияға барып арыз жазамыз деді. Анашым, сіз бәрін білесіз бе? Сіз бұларын білдіңіз бе? Нені білуім керек еді, қызым? Мені алып қашып кетерін білдіңіз бе? Не дейді? Сені біреу алып қашты ма? Қызым-ау, соны ертерек айтпайсың ба? Мен сенің абыройыңды біреу аяққа таптаған екен деп зәрем қалмады ғой. Өткен жолы сіз айтып жүрген ауылдағы танысыңыздың ұлы мені күштеп алып қашып кетті. Сен сонда ол жақтан қашып кеттің бе? Сенің есің дұрыс па? Жасың болса 27 келді. Неге қашып кеттің, қызым-ау? Ол жігіт танисың, бөтен жер емес. Неге бұлай жасадың? Менің тұрмысқа шыққым келмеді, анашым. Неге? Не үшін, қызым? Сізді қимаймын, анашым. Біз кетсең, сіздің күніңіз не болмақ? Өмір бақи жападан жалғыз не істейсіз? Өмір бақи деген сөзіне келіспеймін, қызым. Сөз бар ғой, жарлы деп айтпа, пайғамбарға сөз тиеді. Жалғыз деп айтпа, Құдайға тіл тиеді деген. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан, қызым. Мен жалғыз емеспін. Жанымда бауырларым, әкеңнің туыстары бар. Екі балам көбейіп төртеу болады емес пе? Біз сізге қарыздармыз, анашым. Осы күнге дейін біз үшін өмір сүріп келдіңіз. Енді кезек біздікі. Сендер тұрмысқа шығуларың үшін мен өлуім керек пе сонда? Мүмкін сонда екеуің тұрмысқа шығарсыңдар. Анашым, олай демеңізші. Мен сізді жанымнан артық жақсы көремін. Жарайды, тұрмысқа шық десеңіз шығайын. Ең бастысы сіздің аман болғаныңыз, анашым. Бірінші бақ, екінші бақ, сорбақ деген. Ақ босақ аттап, ақ орамал жабылған соң сол жерде қалуың керек еді, қызым. Енді жағдайың не болар екен? Әсем қыздарын құшағына қысып, марқұм жолдасын есіне алып көзіне жас алды. Қыздарының да әкелеріне деген сағынышы күн сайын артпаса басар емес. Сабина сол күнгі оқиғадан соң мүлдем тұйықталып кетті. Араға жыл өтсе де ешбір жігітпен көңіл жарастыра алар емес. Ал Айсара болса өте көңілді қыз. Үнемі жан-жағында адамдарға позитивті көңіл күй сыйлап жүреді. Өзінің сүйген жігіті де бар. Тек тәрбиеден аттамай, әпкесінің тұрмыс құруын күтіп жүр. Ала сүйіктісі Әміре болса, ғашығын өз еліне келін етуге асық. Жаным, анам ертерек үйлен деп қыспаққа алып қоймай жатыр.
Қашанға дейін осылай жүреміз? Мен саған айттым ғой, әпкемнен бұрын тұрмысқа шықпаймын. Әпкең мына жүрісінен қу тізесін құшақтап қалатын шығар. Олай деме, оның жаны қалай күйзеліп жүргенін сен түсінбейсің. Әпкең тұрмысқа шықпаса, мүлдем сен де тұрмысқа шықпайсың ба? Неге шықпайды екем? Әлі-ақ өз теңін тауып бақытты болады. Осылар қарада тұр. Менің әпкем тұрмысқа шықпай қалатындай бір кемшілігі бар ма? Мен олай деген жоқпын ғой. Мен дұрыс түсінбедің. Асығыс болсаң басқа қыз тауып алып үйлене бер. Мен қазір тұрмысқа шықпаймын. Айсара ажуға бой алдырған соншалықты өзінің қаншалықты қатты сөйлегенін өзі аңғармай қалды. Оның әр сөзін естіп, анық естіген Сабина ақырын ғана сіңлісінің бөлмесіне кіріп келді. Әпке, келсеңші. Айсара сасқалақтап қалды. Айсара, сіңлім, сенімен сөйлескім келеді. Мен үшін бағыңды байлама. Әпке, сен дұрыс түсінбедің. Анамыздың арманым тым құрыса сен орында. Мен жасаған ақымақты сен қайталама. Басыңа қонған бақ құсын ұшырып алмашы сіңлім. Әпке, әр нәрсенің жолы бар. Мен тек сенен кейін ғана тұрмысқа шығамын. Ел-жұрт мені Ақбосағадан қайтқан, ақ орамалды аяққа таптаған деп жүргенде, қай ақымақ мені өзіне жар етеді дейсің? Анамызды қараш. Уайымнан шашына ақ түсіп, жүзін әжім басуда. Сен бақытты болуға лайықтысың. Бағыңды байлама. Мен саған еш өкпелемеймін. Керісінше, сен бақытты болсаң, біз де қуанамыз. Әпке, келші құшақтайын. Апа-сіңлі екеуі бірін-бірі құшақтап, жылап, одан соң ұзақ уақыт шер тарқатып, әбден шүйіркелесті. Айсара әпкесінің ризашылығын алған соң, иығынан ауыр жүк түскендей өзін жеңіл сезінді. Іштей бұл сүйінші хабарын сүйіктісіне жеткізгенше асығып тұрды. Әпкесі шығып кеткеннен дереу Әміреге қоңырау соқты. Қуанған соншама уақытқа қарамаған болатын. Сүйіктісінің беймезгіл қоңырауын көрген байғұс жігіт зәресі қалмай, дауысы дірілдеп, әрең жауап берді. Жаным, бәрі дұрыс па? Әміре, сен неге шошып тұрсың? Ой, кешірші, менің қуанғаным соншама сағатқа мән бермеген екенмін. Сені сұрауға асықтым. Әпкең тұрмысқа шығатын болды ма? Жоқ, Алла қаласа ол күнге де көрерміз. Ендеше не болды? Әпке маған өз жолын берді, саған тұрмысқа шығуыма рұқсат берді. Рас айтасың ба? Иә, жаным. Ендеше үйдегілерге әпкеңмен анаңды таныстырайық, солай жасайық. Бұл түнде олардан бақытты адам болмаған шығар сірә. Болашаққа жоспар құрып, тәтті арманның етегіне еріп ұйқыға кетті. Бар болғаны бірер сағат көзілсе де, таңертең өмірге құштар болып бақыттан бал-бұл жайнап, құлпырып, ерекше құлшыныспен жұмысына жиналған Айсараны көріп, Сабинаның да көңілі көтеріліп қалды. Әсем болашақ күйеу баласын көріп, оның отбасымен танысты. Құдағиы қарлығаш өте өнегелі, парасатты, мейірімді жан екені көңілін көншісе, ал құдасы Мараттың өзімшілдігі көңілін құлазытты. Марат еліміздегі белгілі бір банктің ірі қаладағы кеңсесінің директоры. Дүние мансап болған соң мүмкін солай болу керек те шығар. Әсем екі қызымен тойдың дайындығына кірісіп кетті. Әкесінің орнын білдірмеу мақсатында ағайын туыстары еш аянбай қызмет етуде. Әсем де осы күнге дейін қайын жұртының ешбір тойының жиыннан қалып қойған емес, үнемі қолында барын алып жетіп баратын. Міне енді соның қарымтасын туыстары қайтарып жатыр. Ұзату күні белгіленіп, қымбат ресторанды таңдап қойды. Той күні жақындаған сайын Әсемнің көңіл-күйі болмай жүр. Қыздарына көрсетпей жылап талады. Оның себебі Айсараның тұрмысқа шығып, ұясынан ұшуында емес. Үлкен қызы Сабинаның жанарындағы мұңды көріп, ет-жүрек езіледі. Қыз болған соң оның да дәл осылай біреуге ғашық болып, махаббаттың буына мас болуға қақысы бар емес пе? Қашанға дейін бұлай жалғыз жүрмек? Оның тағдыры неге бұлай болды? Осы сынды сұрақтар күндіз-түні маза бермейді. Жападан жалғыз ой үстіне отырғанда қызы Сабина жанына келіп жайғасты. Анашым, келе ғой, қызым, келе ғой. Неге сонша мұңайып жүрсіз? Айсара алысқа кетіп бара жатқан жоқ қой. Мен Айсара үшін еш алаңдамаймын. Нағыз ер азаматты жолықтырып, қамқорлығын сезініп жүр. Өз қызындай қабылдап, бар мейірімін беріп жүрген алтындай енесі тұрғанда неге алаңдаймын? Ендеше сізге не болды? Мен сені уайымдап жүрмін, қызым. Сенің де бақытты болуға хақың бар ғой. Жасың 30-ға келді. Неге кездескен жігіттердің бәрінің бетін қайтара бересің? Бұл тақырыпты қозғағым келмейді, анашым. Өтініш, мені бұлай тергемеңізші. Қаша бер. Осы жүргенді біреудің тоқалы болып, немесе біреудің баласына өгей шеше болмасаң, сені отбасы құрмаған жігіт ала қоймасы анық. Тағдырыма жазылғанын көремін ғой. Сабина бұл жолда анасының көкейіндегі сұрақтарды жауапсыз қалдырып қаша жөнелді. Әне-міне дегенше шулап жүріп тойда өте шықты.
Айсара өз үйінен қоштасып өзге елге келін атанды. Еңбекқор, пысық қызға келіндік өмір аса қиынға соқпады. Дереу-ақ үй шаруасын дөңгелетіп алып кетті. Екі жақта салт-дәстүрге сай жөн-жоралғының бәрін жасады. Айсара өте бақытты еді. Көп уақыт өтпей құрсақ көтеріп, өмірге деген құштарлығы одан сайын арта түсті. Үнемі жүзі жайнап жүреді. Ата-анасының ризашылығы мен батасын алып жүрген үлгілі келін атанды. Жұрт қызыға әрі қызғана да қараушы еді. Жүкті болғанына қарамай, бар шаруаны өзі тындырушы еді. Бір емхананың бас дәрігері атанып, балалардың денсаулығы үшін күндіз-түні ізденісте жүретін. Жауапкершілігі мықты дәрігер атанды. Ай күніне аман-есен жетіп, шекесі торсықтай ұлды денеге алып келді. Енесі үнемі немересінің барын салатын. Күндіз-түні жанынан шықпай, келіні мен немересіне күтім жасап жүрді. Енесі мен Айсара екеуі бір-біріне өте бауырмал болды. Әсем мейрамханада аспазшы болып жұмыс істейтін. Таңнан кешке дейін тік жүретін болған соң, соңғы кезде балтыры сыздап жүргенін жиі айтып жүр. Сабина қаншама рет үйде отыруын сұраса да, жұмыстан бас тартпай қырсығып жүрді. Айсараның ұлы енді ғана 2 айлық болған шағында қарлығаш отырған жерінде қисайып ұйықтаған күйі қайта оянбады. Досынан келген ажал бұл отбасын әбден есеңгіреп тастады. Оның өлімі шешімі жоқ жұмбақ секілді. Денсау адам, бірақ сәтте еш жері ауырмай, көз жұма салу миға қонымсыз секілді. Бәрі де бір Аллаға аян. Жаназасына жиналған елдің есебі жоқ. Айсараның жаны күйзеліп жүрсе де, үйде өзінен басқа әйел адам болмаған соң, әрі-бері шапқылауға мәжбүр. Әсем 1-2 күн ғана жиен немересіне қарап, одан соң жұмысына қайта шығып кетті. Айсараның үйіне келер қонақтардың аяғы азаяр емес. Ұлы шырылдап, жылап, анасына күні-түні маза бермейді. Таңнан кешке дейін көңілі айтып келген адамдарға шай ұсынып, шыр жүгіріп жүр. Әбден шаршап шалдықты. Күйеуінен рұқсат сұрап, анасын көмекке шақырды. Анашым, марқұм енемнің 40 күндік асы өткенге дейін біздің үйде тұра тұрсаңыз деп едім. Немереңізге қарамасаңыз болмайды. Қызым менің, жұмысым бар ғой. Сол ақшаны мен ақ сізге төлейін. Не азап сізге аяғыңыз ауырып, әрең жүргенде. Келіңізші анашым, өтінем. Әсем қызының даусынан әбден шаршағанын сезіп, жоқ деуге дәті жетпеді. Өзімен өзі емін-еркін жүріп тұратын адамға бөтен үйде қонақ болу біраз қиынға соғар анық. Амал нешік, ана болған соң қыз үшін келісімін берді. Әсем күндіз-түні немересін бір жылатпай күтім жасап, жанын бір елі ажырамады. Әр бейсенбі сайын ағайын туыс жиналып ас берілді. Әсем негізі өзіне күтім жасап жүретін. Өз жасынан әлі де қайда жас көрінетін. Фигурасы да 18 жаста қыздікіне әдемі келіншек. Танымайтын адамдар кейде Айсараға әпкең бе деп сұрақ қойып жатады. Немересіне бауыр басып, бұл үй мен үйдің адамдарына үйренсе бастады. Әйтсе де өз үйіне қайтуға асығып күн санап жүр. Өз шаңырағына оралуға аз ғана күн қалғаны қуанып, мәз болып жүрді. Мінекей, көзі ашып жұмғанша бір айға уақыт зулап өте шықты. Айсара енесінің 40 күндік асына дайындалып жүр. Күн сайын базар аралап, үйіне кеш түскенде келеді. Үйінің перделерін жаңартпақ болып, тігіншіге пердеге тапсырды. Кешкі астан соң жолдасы екеуі перделерді алып келуге қаланың шет жағындағы аулаға кетті. Немересі түні бойы ұйқы бермейтін болған соң, ол ұйықтағанда Әсем де шаршап ұйықтап қалады. Шырт ұйқыда жатқан, кенет құлағының түбінде біреудің ыстық демін байқап шошып оянады. Өз көзіне өзі сене алар емес, жанында құдасы Марат тұрды. Сіз не істеп тұрсыз? Деніңіз дұрыс па? Әлде әйеліңіздің қазасы жаныңызды жеп есіңізден адастырды ма? Деді құдағи. Өлгеннің артына өлмеу жоқ. Тірі адам тіршілігін жасау керек емес пе? 2 жарты 1 бүтін болса қалай қарайсың? Деді құдасы. Сіз жындайнайын депсіз. Кетіңіз қане бұл жерден. Сен мені өз үйімнен қуып тұрсың ба? Қыпша белің қылпылдап, өзің менің нәпсімді қоздырдың. Есіңде болсын, тана көзін сүзбесе, бұқа жүзін үзбейді деген сөз бар, дейді құдасы. Осыдан қазір күйеу балам келсе, бұл ісіңіз үшін сізді аямайтын болар сірә. Аяғың ауырып әрең жүр деп естідім. Қане құшағыма келші, мен саған өмір бойы жететін ақша берейін. Қайтесің өзіңді қинап, жұмыс істеп. Сенің қарам ақшаңның маған қажеті жоқ. Марат сол кезде адам кейпіндегі хайуан секілді еді. Немересінің шырылдап жылағанына қарамай, өз арам ойын жүзеге асырды. Құдағиын зорлап, төсектес болуға мәжбүрледі. Әсемнің күресуге шамасы жетпеді. Осылай жесір құдағи өз құдасынан қорлық көрді. Еңкілдеп, жылап, өзін тоқтата алар емес. Қызы келсе болды, оны дереу күйеуінен ажыратып, бүкіл денесімен қосып мына үйден алып кетпек болды.
Осыдан қазір қызың келсін, бұл үйде оны бір секундқа да қалдырмайын. Ұятсыз, алжыған шал. Мейлі, алып кете бер. Ода менің ештеңем кетпейді. Менің неше күндік өмірім қалды дейсің? Бір күнде өлемін де қаламын. Балама басқа қатын табылар. Ал сенің қызыңа не болады? Болашақта дәл сен секілді қорғансыз болып біреуден жәбір көрмесіне кім кепіл? Мен келінге ризамын. Оған еш зиян келтірмеймін, уайымдама. Бұл жөнде біреуге жағы ашсаң, қиналатын тек қызың ғана. Ең алдымен сүйіктісімен ажырасуына мәжбүр болады. Тым құрыса мына баланы аясаңшы, құдағи. Әкесі бола тұра тірі жетім болып жүреді ме? Деді құдасы. Алла жазаңды берсін сенің. Неменеге сонша долданасың? Күйеуге өтпей қалатындай жас қыз емессің ғой? Аузыңды жап, әйтпесе сені бауыздап тастаймын. Қарғысатсың сен. Әсем немересін бауырына басып, етегі жасқа толып жылап алды. Қартайғанда мұндай қорлық көремін деп ойламаған еді. Марқұм жолдастың алдында өзін айыпты сезініп, жаны әбден азапталды. Құдасының сөзінің жаны бар. Екеуінің де бір аяғы төрде болса, бір аяғы көрде. Жастардың өмірін ойрандауға қақым жоқ деді ме, қызы келгенге дейін өзін реттеп, жуынып шайынып, немересін сүтін ішкізіп, ұйықтатты. Қызы келгенде өтірік ұйықтаған кейіп танытты. Таңертең ертемен ешкім оянбай тұрғанда бұл үйден қашып кетті. Қызыма зияның тисе, ажалың менен болады деп құдасына хабарлама жіберді. Анасының бұл үнісын сәрі түсінбей ұзақ ойланды. Анасы ауырып тұрмын, қатты шаршадым десе де сене алар емес. Әр сөйлескенде қайнатаң жақсы ма деп сұрағанда қызы тоқтамай мақтай жөнеледі. Сол түннен кейін Әсем ойға қайта адам баспады. Енді міне араға 3 жыл салып, бірнеше күн бұрын ғана Мараттың жаназасына барып келді. Жүрегі қысылып, қаза болыпты. Үйді көрген бойда сол түнгі қорлығы есіне түсіп, ескі жараның беті қайта тырналды. Алайда алдынан жүгіре шыққан немересін көріп көңілі аздап көтеріліп қалды. Бұл құпияны мен өлген шешімде сақтауға дайынмын. Бәрі де қызымның бақыты үшін. Оны мен кешірмесем де, Аллам кешірсін деді. Құдайға жармасам да, алтында күйеу балдарым бар. Сабинада тұрмыс құрып, күйеу балам екеуі біздің үйде маған қамқорлық жасап бірге тұрып жатырмыз деп кейіпкер әңгімесін аяқтады.